Life is Good компаниясы арқылы қанша табыс табуға болады, осы жайында әңгіме етпекпін. Бұдан бұрын да біз Life is Good компаниясы арқылы қанша ақша табуға болатындығы туралы видео түсірген болатынбыз, бірақ онда қысқаша жалпылама шолу түрінде айтылған болатын. Енді жан-жақты тоқталып, осы Life is Good компаниясы арқылы қанша табыс табуға болады, оның табыс көздері қандай, қалай табуға болады деген сияқты мәселелер жөнінде кеңірек ауқымды әңгіме етпекпіз. Life is Good компаниясының екі түрлі өнімі бар. Бірінші Виспей тұрғын үй кооперативі. Бұл алғашқы жарна 35% деңгейінде алғашқы жарна төлейсіз, содан кейін қалған 65% жетпейтін соманы 10 жыл мерзімге жылына 2% өсіммен бөліп төлеуге қарыз ретінде алып, үй сатып алуға болады. Бұл негізі жаңа тұрмысы төмен отбасыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, басқа да жалақымен күн көретін адамдарға арналған баспаналы болудың бір тиімді, тамаша тәсілі, шарты. Қазір осы Виспей тұрғын үй кооперативі арқылы тұрғын үй алуға ынталы адамдардың қатары жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын артып келе жатыр. Айтқанда бұған деген сұраныс өте жоғары. Екіншісі Виста депозиті. Бұл шетелдік валютамен жылына 20% өсім беретін депозит. Қазіргі инфляция жаңағы меңдеген нарық заманында ақшаны сақтап және тек сақтап қана қоймай өсірудің бір тиімді жолы осы депозит. Өкінішке орай Виста депозитін көп адамдар білмейді. Біздегі қазір теңгемен салып жатқан банктердегі 12%-лық жылдық өсімі бар депозит. Оның көптеген кемшін тұстары бар. Менің бірнеше депозиттерім бар. Бұлардың бәрі белгілі 2-3 жылға ғана арнап жасалған депозиттер, және оны уақытынан бұрын алсаң, жаңағы өсімі жоғалады, тағы да басқа сондай бір кедергі шарттар көп. Сондықтан да мынау Виста депозиті қазіргі жағдайда өте тиімді. Осылайша Life is Good компаниясы ұсынып отырған екі түрлі өнімде, екеуі де нарықта үлкен сұранысқа ие. Енді тұрғын үй кооперативіне егер сіз бір адамды шақырсаңыз, онда сізге 80 бірлік береді екен. Компания 80 бірлік береді. Бұл бірлік кейін ақшаға айналып, сіздің есепшотыңызға аударылатын болады. Бірлік бұл жаңағы телефондағы кәдімгі бірлік сияқты жазылады сізге 80 бірлік түрінде. Ал Виста депозитіне бір адам шақырсаңыз, 33 бірлік беріледі. Life is Good компаниясында мансаптық саты 10 деңгейлі жаңағы өлшеммен өлшенеді. 10 деңгейге арнап жасалған. Сіз егер бірінші тіркелген кезден бастап, сізге бірінші деңгейлі қаржылық кеңесші деген лауазым беріледі. Содан кейін сіз адамдарды көбірек бірлік тапқаннан кейін сізге белгілі бір деңгейге көтеріліп отырған мүмкіндік жасайды. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы деңгей деген сияқты. Бірінші деңгейдегі қаржылық кеңесші өзі тапқан әр бірлік үшін 3 евродан сыйақы алады екен. Ал екінші деңгейдегі қаржылық кеңесші әр бірлік үшін 6 евро алады. Айтқанда 2 есе көп асып түседі. Үшінші деңгейдегі консультант әр бірлік үшін 8 евро, төртінші деңгейдегі консультант 10 евро, бесінші деңгейдегі консультант 11 евро алады. Алтыншы деңгейден бастап, жаңа Life is Good компаниясында алтыншы деңгейге жеткен әр адам бұл менеджмент жөніндегі директор деген лауазымға ие болады. Ол лауазымға ие болған адамға 2000 евро ай сайын кесімді жалақы төленеді, ай сайын төленіп отырады. Және сонымен бірге әр тапқан бірлігі үшін 12 евродан сыйақы төлеп отырады. Сосын 6-шы евродан бастап, 6-шы деңгейден бастап 7, 8, 9, 10-ға дейінде осылай өсе береді. Бәрі де директор деген лауазым атағы болады.
олардың бәрі кесімді жалақылары болады және сыйақы деңгейі де өте жоғары болады. Енді қанша ақша табады осы бірлік арқылы, соған тоқталып кетейік. Бірінші деңгейдегі консультант егер бір адамды Vista депозитіне шақырған болса, онда 33 бірлік алады. Яғни айтқанда 33 бірлікті біз 3 евроға көбейтеміз. Яғни айтқанда бірінші деңгейдегі консультантқа сыйақы ретінде бір бірлікке 3 евро тиесілі. Сонда 92-99 евро болып шығады. Ал кооперативке бір адам шақырса, оған 80 бірлік жазылады. Яғни айтқанда 80 бірлікті 3-ке көбейтсек, 240 евро болып шығады. Екінші деңгейдегі консультант дәл осындай әрекет үшін бір адамды Vista депозитіне шақырған үшін 6 евродан алады бір бірлікке, яғни айтқанда 192 евро алады. Vistаға шақырған үшін. Ал кооперативке шақырған үшін 480 евро алады. Яғни айтқанда екесе жаңағы бірінші деңгейден асып түседі. Үшінші деңгейдегі консультант Vista депозитіне шақырған үшін 8 евродан алады әр бірлікке, 264 евро алады. Vista депозитіне шақырған үшін, ал кооперативке шақырған үшін 640 евро алады. Төртінші деңгейдегі консультант Vista депозитіне шақырған үшін 10 евродан алады, 330 евро. Ал кооперативке шақырған үшін 800 евро алады. Бірінші деңгейден 3 еседен астам асып түседі осылайша. Осылайша жаңағы мансап баспалдағы мен жоғары көтерілген сайын жаңағы қаржылық кеңесшілердің немесе директорлардың алатын табысы, сыйақысы өсе береді. Енді команда арқылы түсетін табысқа тоқтала кетейік. Бұл жеке адам өзің шақырғаның үшін алатын табыс. Біз әңгіме еткеніміз жеке өзің шақырған үшін алатын табыс. Жеке өзің бір адамды шақырдың, сол үшін жаңа соншама ақша таптың. Енді сен мысалы 4-ші деңгейге көтерілдің дейік. Сенің командаңда бір 3-ші деңгейлі, бір 2-ші деңгейлі, бір 1-ші деңгейлі дегі консультант бар, қаржылық кеңесші бар. Енді 3-ші деңгейдегі қаржылық кеңесші бір адамды шақырса, мысалы кооперативке шақырса, ол 8 евродан алады, әр бірлікке сөйтіп 640 евро алады екен. Ал сіз 4-ші деңгейдегі сізге берілетін 10 евро, бір бірлікке 10 евро беріледі. Яғни айтқанда 3-ші деңгейдегі консультантпен арадағы айырма 2 евро. Сол 2 евроны, яғни айтқанда 160 евроны комиссия ретінде компания сізге төлейді. Сіз өзіңіз шақырған жоқсыз. Сіздің қарамағыңыздағы дистрибьютор, командаңыздағы дистрибьютор бір адамды шақырды. Сол үшін ол 640 евро өзінің комиссиясын алды. Оның үстіндегі айырма, сіздің деңгейіңізге байланысты айырма 160 евроны сізге комиссия ретінде сізге төлейді. Ал екінші деңгейдегі консультант бір адамды кооперативке шақырса, 480 евро алады өзі. Ал қалған айырма 400 евроны комиссия компания сізге төлейді. Бірінші деңгейдегі консультант кооперативке бір адам шақырса, сол үшін 240 евро алады өзі. Қалған 560 евро айырманы спонсор ретінде сіз алатын боласыз, сізге төлейтін болады. Яғни айтқанда сіз ешкімді шақырған жоқсыз. Сіздің қарамағыңыздағы, командаңыздағы адам бір адамды кооперативке шақырды. Сол үшін ол өзінің тиесілі комиссиясын алды, 240 евроны. Қалған айырма 560 евроны компания сізге төлейді. Міне осылайша сіз өзіңіздің командаңыз арқылы жұмыс істемей-ақ ұдайы ақша табуыңызға болады. Ол үшін әрине командаңыз көп болу керек, командаңыз жақсы жұмыс істеу керек, ұдайы жұмыс істеп тұру керек. Сонда сізге табыс осылайша тамшылап ұдайы түсіп тұрады. Компания арқылы түсетін табыс, компанияның төлейтін табысы осымен шектеліп қалмайды. Бұған қоса Vista депозиті бойынша өсімде төленіп отырылады. Мысалы, сіз 4-ші деңгейде болсаңыз,
қарамағыңыздағы жаңағы үшінші, екінші, бірінші деңгейдегі дистрибьюторлердің виста депозиті бойынша тапқан табысының белгілі бір сомасы мөлшерінде 1%-дан 10%-ға дейін сізге ұдайы жаңағы сыйақы ретінде, комиссия ретінде компания төлеп отырады. Бұл екінші табыстың көзі. Сонымен бірге компания жақсы көрсеткіштерге қол жеткен қаржылық кеңесшілерге 3-4 айда бір рет 1-2 апталық шетелге барып демалып қайтуға тегін жолдама беріп тұрады. 2 жолдама береді. Оны сіз өзіңіздің бір танысыңызды қасыңызға ертіп, шетелге барып 1-2 апталық демалысқа барып тегін демалып қайтуыңызға болады. Бұл да компанияның есебінен. Сонымен бірге жақсы жетістікке жеткен белгілі бір өлшемдері бар. Сондай жеткен қаржылық кеңесшілер аты жөні жазылған, алтын жағылған швейцариялық қымбат сағаттармен марапатталып жатады. Бұл да компанияның бір жаңағы ынталандыруға арналған бір тәсілі деп айтуға болады. Содан кейін компания өзінің консультанттарын, қаржылық кеңесшілерін ұдайы оқытып, білімін жетілдіруге көңіл бөліп отырады. 4-ші деңгейге дейін қаржылық кеңесшілер еліміздің аумағында түрлі конференция, семинар, тренингтерден өтеді. Ал 4-ші деңгейге жеткен кезде 1 айлық риторика деп аталатын курстан өтуге міндетті болады. Бұл шетелде оқытылады. Шетелге жіберіледі, сізді шетелге барып, сонда мықты деген сол саланың мамандары оқытады. Сонымен бірге компанияның өзінің академиясы бар. Онда желілік маркетингтен әлемге танымал Алан Пиз, сосын мынау журналист, халыққа танымал Соловьев, тағы да басқа толып жатқан сондай бір тренерлер бар, солар сабақ береді. Солардан сабақ алып, біліміңізді жетілдіріп отыруға болады. Осылайша сіз компанияның көптеген игіліктерін пайдаланасыз. Оған қоса жаңағы медициналық тегін қызмет көрсетуге арналған тағы да бір жеңілдіктер бар. Ол да әрине адамдарға беріліп жатқан бір жақсы игіліктердің бірі. Жалпы Life is Good компаниясы арқылы жақсы табыс табуға және мынау мансап өзіңіздің кәсіби біліміңізді, біліктілігіңізді жетілдіруге жақсы мүмкіндіктер бар. Жан-жақты бұл қарастырылған. Егер сізді бұл компания қызықтыратын болса, осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп, толыққанды ақпарат алуыңызға болады. Қалай тіркелуге болады, қалай жұмыс істеуге керек. Бәрі де сонда қажетті ақпараттардың бәрін де соны табасыз.